Ассалаумағалейкум, құрметті сізге көмек арнасының көрермендері. Бүгінгі видеомызда біз қазір әлемді жаулаған ChatGPT туралы сөз қозғайтын боламыз. ChatGPT дегеніміз не жалпы? Қазіргі таңда Google'дан да басы қосып келе жатыр, бүкіл әлемге танымал, яғни жасанды интеллект. Мысалы мен сайтқа кірейін, ChatGPT-ға көптеген оның сайттары бар, платный сайттар бар, бесплатный сайттар бар. Яғни мен бір сайтына кірейін, мысалы начать бесплатно первые 10 запросов в сервисе. Осы жерге өзіміз жауабын білгіміз келетін бір сұрақты жазайық. Что такое база данных деп жіберейік. Бізге ChatGPT міне жауап беріп жатыр. Осылай жауап береді. Жалпы ChatGPT нейрондар арқылы, яғни адамға қызмет ету үшін жасалған. Сіздерге де пайдасы тиер сөзсіз. Қазір осы жасанды интеллект арқылы әртүрлі фотолардың фотоларға монтаж жасауға көптеген жағдайлар жеңілдетуге көмектесіп жатыр. Ең әуелі осы сабаққа көптеген мұғалімдерге де, студенттерге де, оқушыларға да көптеген пайдасы бар. Кей кезде Google'дан іздеген сұрақтарымыз шықпай қалады, негізі көп сайттарды ақтару керек, түсініксіз. Сол кезде осы жерге өзімізге керек сұрақты жазсақ, ChatGPT бізге шығарып береді. Бізге Пифагор теоремасы, міне формула Пифагора а квадрат плюс б квадрат тең с квадрат. Енді жазып көрейік, шығарам екен. Іздеп жатыр қазір. Дискриминант это параметр или назначение. Міне барлығын шығарып жатыр, формуласына дейін. Сіздерге осы сайтты қолдануға кеңес берем. Сабақтарыңызға көптеп көмегін тигізеді деп сенемін. Осы видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта сіздерге көп көмек тиетін жақсы видеолар шығаруға тырысамыз.